13 және 14 желтоқсанда қатты аязға байланысты бүкіл қала бойынша қатты тұрмыстық қалдықтарды қоқыс алаңшаларынан шығару тоқтатылды. Кешеден бері фирма Эталон жауапкершілігі шектеулі серіктестігі қосымша техниканы жұмылдырумен күшейтілген режимде жұмыс істеп жатыр. 15 желтоқсанда қоқысты Тәуелсіздік даңғылының Ушанов көшесі, Гоголь, Белинский, Қонаев, Уәлиханов, Герцен көшелерінің 3-ші ықшам ауданының қатты тұрмыстық қалдықтар алаңшаларынан шығарды. Фирма Эталон жауапкершілігі шектеулі серіктестігі қала тұрғындарының мәліметтеріне қатты тұрмыстық қалдықтарды шығару мәселесі қоқыс таситын көліктердің қыста төмен ауа температурасы жағдайында пайдалану ерекшеліктерімен байланысты екенін жеткізеді. 15 желтоқсаннан қала бойынша қоқыс тазартуға 3 контейнер таситын көлік, 2 фронтальды жүк тиегіш көлік, 3 КАМАЗ 65-115, 3 КАМАЗ 55-11, 2 ЗИЛ самосвал, 2 МТЗ 82 тракторы жұмылдырылды. Қала ішінде қоқыс тазалау штаттық режимде жүруде. Бүгін 16 желтоқсанда қоқыс шығару күшейтілген режимде жалғасып жатыр. Қатты тұрмыстық қалдықтардың алаңшаларын тазарту Киров, Семипалатинская, Безголосов, Тоқтаров, Космонавттар, Семенова, Орджоникидзе, Гагарин, Крылов көшелерінде, Геолог ықшам ауданында және 4-ші ықшам ауданында жоспарланған. Бригадалар бүкіл мерекелік демалыс күндері күшейтілген режимде жұмыс істейді.